дүниеде жақсылық бер, ва фил ахирати хасана, ақыретте жақсылық бер, ва қина азабана, дозақтан сақта деп айтамыз. Дүниеде жақсылық бер деп сұрадық. Дүниенің де нәрсесі бар екен. Дүниеде істеген жақсылықты Аллах алдынан қайтатын айтқан. Лиллазина ахсана фи хази дуния хасана. Жақсылық істегендерге дүниенің өзіне жақсылығын қайтарып береміз дейді Аллах Тағала. Тек қана ана жақта күтесің деп алдамайды Аллах Тағала. Жәннатты беретіні мол. Еселеп тұрып бер. Жақсылықтың жемісін осы дүниенің өзіне көрсетіп қоямын дейді Аллах Тағала иман келтіргендерге. Ал енді жаңа дұғамызда пайғамбарымыз ең көп жасаған дұғасы ғой. Дүниеде жақсылық бер, ақырет жақсылығын тозақтан сақта дегенде дүниені сұраған кезде бір рет сұрадық, ақырет сұрағанда екі рет сұрадық. Ақырет жақсылық бер, тозақтан сақта деп. Екі рет сұрадық. Сол үшін Құран аятында дүниенің ісіне келген кезде не деп айтады? Уайдан қудияти салату фанташиру фил ард. Ал намаз біткен болса жер бетінде кезіңдер, Аллахтың кеңшілігін іздеңдер. Кәсіп қыл деген сөз ғой. Ал құлшылыққа келгенде Аллах Тағала не деп айтады? Бұл бүт жүгіріп бар деген сөз. Жүрегіңде жоғары қой деген сөз ғой. Құдайдың құлшылығын дүние тіршілігінен жоғары қоя біл деген сөз.